арыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп Мағжан атамыз айтқандай, жастар қай заманда да, қай елде болсын, асқақ арман мен үміт, биік ар мен өр намыстың символы. Мен Алена Марал Серікқалиқызы, Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Шыңғырлау ауылында дүниеге келдім. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің құқықтану мамандығының құқық бакалавры бойынша жоғары білім алып, қазіргі таңда Шыңғырлау ауданының ішкі саясат бөлімінің бас маманы қызметін атқарудамын. Еліміздің өсіп өркендеуі, халықтың әл-ауқатының артуы, қоғамдағы бірқатар өзекті мәселелердің жақсы жағынан шешілуі мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне тікелей байланысты. Сондықтан да елімізде мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талап та, оларға артылатын жүк те, сенім де қазір күшейіп келеді. Мемлекеттік қызметте негізінен азаматтардың білімі мен біліктілігі өте маңызды рөлге ие. Себебі жан-жақты, білімді, жауапкершілігі мол қызметші өз жұмысын тиянақты жасап қана қоймай, тұрғындар тарапынан болған сыни көзқарастарға, ұсыныс талаптарға сауатты әрі нақты жауап бере алуы қажет. Бізге жүктелген міндет халықтың сенімін ақтап, отанға қалтқысыз қызмет ету. Сонда ғана еліміз дамыған елдердің қатарына енеді. Жастарымыз бәсекеге қабілетті болады. Егер мақсатқа жетуді бүгіннен бастасақ, ел ертеңі жарқын болмақ. Дамыған елдердің тәжірибесі мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыруда мемлекеттік аппараттың кадрлық мүмкіндігі, мамандардың жан-жақтылығы аса маңызды екендігін көрсетіп келеді. Сондықтан да елімізде мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талап та, оларға артылатын жүк те, сенім де қазір күшейіп келеді.